Қашықтан оқыту жүйесі білім беру саласындағы жаңа технологиялардың бірі. Бұл жүйенің тиімділігі қандай? Осы тақырып төңірегінде студия мейманы білім менеджері Рафик Жарылқасымовпен әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Рафик. Қайырлы таң. Жалпы қашықтан оқыту жүйесі қай кезде пайда болды бұл? Мысалға телефонның ненің дамуы, байланыс құралдарының дамуына байланысты бұл да оқудың да несі мүмкіншілігі туады. Жалпы бұның пайдасы қандай, зияны қандай? Пайдасы керемет. Біріншіден қауіпсіздік, баланың қауіпсіздігі. Бала үйде отырады. Және бір кеште бірнеше мұғалімнен білім алуға мүмкіншілігі болады. Содан кейін ол оқуды жаңа гаджеттерге жазып алу мүмкіншілігі бар. Қағаз немесе дәптер, қалам қолданбай-ақ білім алу мүмкіншілігі бар. Сондай нелері бар. Бүгінгі таңда қанша оқушы, не болмаса қанша студент аталмыш жүйені пайдаланып жүр? Қазіргі пайдаланып жүрмеуі өте санауға қиындау келетін жай. Бірақ 2050 жылы ғаламтордағы барлық сатылымдар білім сатылымы болады деген болжам бар. Сол санаттан қазіргі бүкіл біліммен айналысатын қауымдастықтардың бәрі, бірлестіктердің бәрі қашықтан сабақ оқыту, интернет арқылы білім беру саласында қызмет етіп жатыр. Түсінікті, бұл жеке адамдар үшін тиімді екен, ал университет үшін қаншалықты тиімді? Білім ордасы үшін. Ғаламтор арқылы білім алған дегеніңіз бір жерге байланып, немесе бір мемлекетке байланып қалмаудың мүмкіншілігін тудырады. Қазақстанда отырған оқушы қазіргі таңда кез келген мемлекеттің университетіне өзінің шамасын сынап көруге болады. Немесе үйінде отырып, басқа балалар қалай ойлайды, басқа мұғалім оны қалай қабылдайды, соны тексеріп көре алады. Ғаламтор дегеніміз қазір біздің барлық шекараларды ашудың шешімі. Түсінікті. Керемет. Қашықтан оқуға талпынып жүрген жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы ең бастысы нені ескеру керек? Қорықпау керек болды. Ең бастысы қорықпау керек. Өзіне сену керек. Түсінікті. Ал ата-аналар не істеу керек? Ата-аналар негізде біздің еліміздің ата-анасының талпынысы бар ғой, жақсы, балама жақсыны берем деген. Сонысынан қайтпау керек.